Кейбір жат ағым өкілдері халқымыздағы 7-сі, 40-ы, 100-і секілді рәсімдерді дінде жоқ деп айыптап жатады. Бірақ бұл дәстүріміздің негізгі мақсатына назар аудару керек. Қазақ халқы мұндай жиындарды бекер жасамаған. Оның түпкі мәні марқұмға дұға жасау, Құран бағыштау, садақа беру, адамдардың басын қосып жақсылыққа үндей білу. Исламда қайтыс болған адамға дұға жасаудың, садақа берудің сауабы тиеді. Хадистерде айтылғандай, тіпті біреудің атынан қажылық жасау да рұқсат берілген. Демек, сауапты амал жасап, оны марқұмға бағыштаудың дінде негізі бар. Сондықтан мұндай мәселеде асығыс үкім беріп, бидғат, харам деп айта салу дұрыс емес. Ең әуелі амалдың мақсаты мен мәніне қарау керек. Біздің салт-дәстүріміздің көпшілігі исламның құндылықтарымен үндесіп жатады. Дінді де, дәстүрді де терең түсініп қараған адам мұны жақсы түсінеді.